Қала күніне орай Атырауда көптен күткен аквапарк ашылды. Бұл шаһарда іске қосылып жатқан дәл осындай алғашқы нысан. Бір мезетте 600 адам тынық алатын демалыс орнының ашылу салтанатына біздің түсірілім тобы да қатысты. Енді өзге өңірге немесе шетелге барып демалудың қажеті жоқ дейді шаһар басшысы Алимұхамед Құттымұратұлы. Қала тұрғындары мен қонақтарының қуанышымен бөлісуге келген ол кешеннің зор талғаммен салынғанын айтып сәттілік тіледі. Аквапарк іші әп-сәтте адамға толды. Отбасылық демалыс орны 3,5 мың шаршы метрді алып жатыр. Мұнда келушілер арнайы аттракциондар арқылы сырғанап суға шомылады. Оның ішінде 3 үлкен бассейн мен үрмелі шарлар алаңы, батуттар да бар. Халықтың қуанышында да шек жоқ. Әсіресе кешеннің алғашқы қонақтары ретінде шақыртылған балалар үйінің тәрбиеленушілері мәз-мейрам. Аквапарк қысы жазы мезгілінде себереді. Ішінде өте көп сауналар, балаларға ойнататын кештер болады. Таң сағат 10-нан 10-ға дейін жұмыс жасайды. Семьямда 5 балам болған соң апаратын жер жоқ болып қарап жүріп, сол осындай ойға шығып, Атырау қаласы үшін бірінші рет ашылып жатқан кеш, сол үшін жаңа қолдап көмектескен компанияларға алғысымды, мыңда бір рахметімді айтамыз. Кең орталық ішінде енді түрлі мерекелік бағдарламалар мен спорттық сайыстар өткізу жоспарлануда. Аквапарк басшылары қала тұрғындар мен қонақтардың уақытын барынша қызықты және көңілді өткізуге тырысатындықтарын айтады. Ал екінші қабатқа көтерілгендерге халал стандарттағы шафран мейрамханасы қызмет көрсетеді. Келген тұрғындар болса демалыс орнының өзге қалалардағы аквапарктен еш кем еместігін айтады. Қазір бәріміз бала-шағамызбен келіп, осында келіп тамашалап жатырмыз. Айтайын дегенім, аквапарк мынау қысы-жазы жасайды екен, қазір естігенме қарағанда. Сондықтан да мынау кіргеннен, барлық жаңағы жерде кіргеннен жаңағы қауіпсіздік жағдайлары, кіресін, моншасымен шешілетін жағдайлар барлық көрсетілген. Мынау еркін отырып, балаларды жіберіп, ішінде тамақтанып, тамашалап отыруға болады. Нағыз бізге Атырауға керекті мынау аквапарк ашылуы өте қуаныштымыз. Мынау Атырау күніне өте бір тосын сый болды. Сонымен қоса жаңа нысан 50 тұрғынды жұмыспен қамтып отыр. Демалыс орнында ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар мен әлжуаз топтарға тегін қызмет көрсетіледі. Ал көп балалы отбасылар үшін жеңілдіктер қарастырылған. Аквапарк Нұрсая ықшам ауданы Сұлтан Бейбарыс 490 мекенжайында орналасқан. Нұргүл Рамазанова, Қуаныш Құдайберген, жаңалықтар қызметі.